Қазақтың асыл азаматтары табысқа өзі ғана жетуді мұрат тұтпай, қанаттас әріптестері мен соңынан ерген бауырларын қолдауды ұмытпаған. Оның белгісі мына қолтаңба. Сайын бауырыма, Абай атамның демінен жаратылған мен. Осылай басталған қолтаңбаны қазақтың айтулы қаламгері Мұхтар Мағауин жазып беріпті. Әдебиетке тазының өлімі хикаясымен келген Мағауиннің қаламынан бір атаның балалары, көк балақ, көк мұнар, шақан шері, сары қазақ романдары қос кітаптан тұратын мемлекеттік сыйлықпен үкіленген аласапыран және қоғам мен ғалым жазушы қарым-қатынас қалпқысын қапсыз тап басқан мен ғұмырнамалық хамсасы сынды сансыз кітаптар туды. Дәмі ауыздан кетпейтін әңгімелері бір төбе. Мұхтар Мағауин қобыз сарын атты зерттеуімен және соның негізінде алдаспан, кейін 5 ғасыр жырлайды хрестоматиясын құрастыруымен және қазақ тарихының әліппесін жазуымен тұтас институттардың тірлігін жалғыз тындырып берген ғалым ретінде танылған құбылыс. Абай атамның демінен жаратылған мен, батасы тиген сен. Мен атты кітабына жазған қолтаңбасында Мағауиннің Абайдың батасы тиген сен деп ардақтап отырған азаматы Сайын Назарбекұлы да қазақ ұлты мемлекеті үшін қабырғалы істер атқарып келеді. Абай тойы тұсында керім кесенені тұрғызды. Елін екінші шетінен қорғаған Досам батыр күмбесін тұрғызды. Сарайшық қаласы орнына келген қауымға тарихты түсіндіретін кешенді жобалап жүзеге асырды. Әдебиет ауылы да жат емес. Ал Мағауиннің Сайынға Абай батасы тиді дейтіні өлім аузынан қалып, дін мен ділге беріліп қызмет етіп кеткенін меңзегені шығар. Батасы тиген сен. Аман бол. Мұхтар Мағауин, 14 маусым 1999 жыл.